Қазақстан ішінде қатынайтын жолаушылар пойыздары толық тоқтады. Елдегі эпидемиологиялық жағдайды есепке ала отырып, 2020 жылдың 31 наурызынан бастап Қазақстан аймақтар арасында жолаушылар қатынасы толық тоқтатылды. Барлық жолаушылар пойыздарының соның ішінде жекеменшік тасымалдаушылар және басқа да теміржол әкімшіліктерінің қозғалысы тоқтатылды. Қазіргі кезде пойыздар орналасқан орындарына қайтып жатыр. Соңғы пойыз бағыты 4 сәуірде тоқтайды. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы төтенше жағдай кезінде сапарға шыға алмаған барлық жолаушылар билет сатып алуға жұмсаған ақшасын алдағы 6 ай ішінде өздеріне ыңғайлы кез келген күні толық көлемде қайтарып ала алатынын айтады. Жүрмеген пойыз билетінің ақшасын сату сайттарында, онлайн жолаушылар тасымалы акционерлік қоғам билет кассаларында немесе жекеменшік кассалардан қайтарып алуға болады. 12 наурыздан бері жолаушыларға 590 мыңға жуық билет қайтарылған. Карантин режимі аяқталған соң билет сату кассалары өз жұмысын қайта бастайды.